Кім Ықылас сүресін 11 рет оқыса, Алла тағала оған жұмақтан үй салады. Кім Ықылас сүресін оқыса, оған 3-ші Құранды оқығандай оқылады. Егер 3 рет оқыса, бүкіл Құран оқылған болып оқылады. Кім Ықылас сүресін 12 рет оқыса, Құранды 4 рет толық оқығандай болады. Егер ол әлі тақуа болса, сол күні жер бетіндегі адамдардың ең жақсысы болады. Егер мұсылман күн сайын 50 рет Ықылас сүресін оқыса, қиямет күні оның қабірінің үстінен жоғарыдан тұр, Аллаға мадақ айтушы, жәннатқа кір деген дауыс естіледі. Кім Ықылас сүресін 50 рет оқыса, Алла тағала 50 жыл күнәларын кешіреді. Кім Ықылас сүресін 200 рет оқыса, Алла тағала 200 жылдық күнәларын кешіреді. Кім Ықылас сүресін 3 рет оқыса, белгіленген ауру кезінде ол шәһид болып өледі. Кім төсекте оң жағымен ұйықтар алдында Ықылас сүресін 100 рет оқыса, қиямет күні Алла тағала оған: «Ей құлым, жәннатқа оң жағынан кір» дейді.